Сәлем қыздар, балды тортты бірге дайындайық. Бірнеше рецепт бойынша дайындап көрдім, бірақ та корждары қатты, сынғыш болып кететіндіктен біраз уақыт бойы дайындамай кеттім. Осы рецепті тапқалы бері қазір менің сүйікті торттарымның біріне айналды. Өте жұмсақ, нәзік, ауызда ериді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал енді іске кірісейік. Кастрюльге суды құйып қайнатып, үстіне табағын қойып, водяной ванна жасаймыз. Осы водяной ваннада сары майды, қантты, балды қосып араластырамыз. Сары май, қант барлығы еріп біркелкі масса болғанша араластырып отырамыз. Бәрі біркелкі еру үшін осылай үздіксіз араластырып отырамыз. Мінекей, сары май, қантымыз еріді. Енді осы кезде соданы салып, тез-тез араластырып жібереміз. Осы кезде көпіршіктер пайда болып, ақшыл түске ене бастайды. 1-2 минут ұстап, оттан өшіреміз. Ыдысымызды алып, салқын жерге суығанша 10 минуттай қойып қоямыз. Салқындаған соң, ыңғайлы болу үшін басқа ыдысқа ауыстырып алдым. Жұмыртқаны салып араластырамыз. Ұнды електен өткізе отырып араластырамыз. Үннің түйіршіктері қалмайтындай біркелкі масса болғанша қалақшамен араластырып отырамыз. Осындай сұйық масса болуы қажет. Осы массаны морозильникке ыңғайлы кішірек ыдысқа құйып алып, 1,5 сағатқа морозильникке қойып қоямыз. Жаюымызға ыңғайлы осындай қатты масса болады. Противенге ұнды сеуіп, толтырып бір қасықтан сала отырып, қолмен ұнның көмегімен жайып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 4-5 минут пісіріп аламыз. Оған дейін екіншісін дайындап қоямыз. Менде 8 корж шықты. Әрбір корждарды осылай қайталай отырып пісіріп аламыз. Корждарды тарелканы қоя отырып артық жандарын кесіп тастаймыз. Артық жандарын әсемдеуге алып қаламыз. Әрбір корж 4-5 минуттан тез-тез пісіп отырады. Барлығын артық жандарын кесіп алып, корждарымызды бір жерге жинаймыз. Ал енді кремін дайындайық. 500 грамм қаймаққа қант ұнтағын қосып, қалақшамен араластырамыз. Қаймақтың майлылығы 20%-тен кем болмауы қажет.
Корждарымыз барлығы дайын. Өте жұмсақ, нәзік. Креміміз дайын. Қалған жанындағы қалдықтарды блендермен езіп әсемдеуге алып қалдым. Торт салатын ыдысқа тортымызды жинаймыз. Арасына 2-3 қасықтан кремді сала отырып тортымызды жинаймыз, әсемдеуі қалауымызша. Ас болсын.